Бәріңе сәлем достар, сендермен әдеттегідей мен Ерда, және де бүгін қандай видео болатын бәріңіз түсініңіздер деген ойдамын. Видеоның атынан көріп тұрғандай, подписчиктердің тапсырмасын орындаймыз. Екінші сезон бірінші бөлімі. Так что керемет болады деген ойдамын. Қазірден бастап көздеріңіз тапсырмаларыңызды жазып кетсеңіздер болады, лайк басып қолдап кетсеңіздер де болады. Қызыл кнопка подписаться басуды ұмытпайық, если баспағандар болса. Ал енді біз бірінші тапсырмаға қарай кеттік, ал көрейік. Ең ашты китайский затты тоқтамай жей бер. Сол кезде аузың жестко ашиды. Мне китайский ашты. И қазір эмоциясыз жеп көруге тырысатын боламын. Сіздер үшін деп жей алғанша жейтін боламын, екіншісі үшіншісі төртіншісі, наверное, последний болсын. Бульдог деген лапшаны жей, өте ашты. Міне достар, сіздердің айтып жүрген немене, И осыны, жеп көретін боламыз. Вот мен уже почти жасап өттім. Вот лапша. И на қоспаны қазір қосамды. И сіздердің көздеріңізше жеп көретін боламыз. И мынандай тағы бір зат бар екен. Давайте салайық. Сіздер үшін. Так что сіздер обязательно лайк басып кетіңіздер. Ё-моё! Еба! Дәл шаба қалды. Мен, қарай жей алмайым. Еба! Жестко отыр, достар. Еба, натуринал жестко екен, даже китайский біз жегендермен салыстырғанда бір лапша бар, тура сол сияқты екен. Бірақ мынан біраз дәмі бар, бірақ та ашысы көп. Қарындасың атыс ойын ойнасыншы. Подписчик осылай жаз кетті. И қазір міне атыс бір ойынды қосып бердім қарындасыма. И қазір атып қалай скиллдарын көретін боламыз. Сіздер бағалап кетіңіздер скиллын 1-ден 10-ға дейін. Так, давай, Елана. Мынандай ойын, пока бұл разминка, да? Осылай атып атыр. Қалай, нормально ма сізге? Тизе алып жатсыз ба? Үйрендіңіз ба біраз? Бір жарыс сияқты бір нәрсе бар, экзамен сияқты. Соны қосып берейін ба қазір? Дайынсыз ба уже? Қосып берейік, көрейік. Ол жерде, 30 бот кезек-кезек шығатын болады. Бір бот шыққанда, бір где-то 2 секунд, либо бір 3 секундтай тұрады. 3 секундтың ішінде сол ботты өлтірін кересің. И, сол 30 боттың нешеуін өлтіре алады екен, қазір тексеріп көрейік. Маған да қызық болып тұр. Давай, бастаңыз. Давай. Атыңыз тез. Жоқ болып кетеді. Атсайықшы. Молодец, хедшот, ема. Екінші хедшот, Үшінші хедшот. Төртінші хедшот. Бесінші хедшот. 6. 7. 8. 9. 10, ема. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ема хедшот. Ема достар, скиллін бағала кетіңіздер. Ема. Менше жақсы атып жатыр кәдімгідей ше. Ема.
24, 25. Ема-елана, 25. Мықтысыз ғой сіз. Базаржық әкеңші болды. Соқы. Ну, короче, достар, осылай болды. Білмеймін, енді атысқанды сіздерге ұнады деген ойдамын. Лично маған өте қатты ұнады. Қанша жастасың сен? 10 жаста. Короче, 10 жаста осындай еще килл жасады. Ну, нормально, әдем. И келесі тапсырма қандай екен? Көшенің ортасында тұрып қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан деп айғайлашы. Не знаю, енді көрейік, давайте. Қазір көшеге шығып бара жатырмық. И көшеге шығып айғайлап тұрып кететін боламын. Ну, ешнәрсе болмайды деген ойдамын. Ну, все равно қызық не болады. Все, дайын ғой, да? Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан! Все, тема. Мына қызды айтам дейді, давай айтам. Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан! Ал енді біз келесі тапсырманың қандай болатынын көрейік. Су, тұз, сүтті араластырып ішіңізші. Өкінішке орай оларды мен араластырып қазір шамаймын, өйткені қазір оразамын, так что менің орныма қарындасым ішетін болады, я. Не, су, кішкене. Мынау тұз. Міне сүт. Короче, міне дайын болды. Мен араластырдым конкретно, особо түрінен өзгеріс жоқ. Ал енді мәңіз, көріңіз қандай болатын. Не болды? Тұздың иісі шығып тұр ма? Ішсеңізші қане, көрінбеді ол. Қалай болыпты дәмі? Тұздың ғана дәмі ғой. Қойш, қане Аянаға берші, Аяна ішіп көрсін. Мәңіз көріңізші. Қорытындысын өздеріңіз көрдіңіздер. Бытыш болған сияқты, кажется, дәмі жаман болыпшы. Мен конкретно айта алушы едім қандай болған, бірақ та өкінішке орай ораза мында ше. Егер де араларыңызда ораза ұстағандар болса қабыл болсын, ал біз келесі тапсырма қандай болатынын көрейік. Қарындасыңызбен магазинге барып өтірік зат ұрлаған сияқты болыңыздар. Қарындасыңыздың реакциясын көрсетіңіз. Біз, короче, магазинге баратып, не қарындасым бар. Қазір Еланаға бір зат алып беретін болам. Вот магазин есть, что. Көреміз қазір. Жабық па. Ана тұрған печенье алып берейін ба? Ана тұрған. Ана тұрған. Қара. Сөпішті, я. Алып берейін ба? Давай. Алып берсем болды ғой, бастысы. Орео ма? Надо не хочешь? Надо Орео ма? Алып қалтаңа қырынса қой. Болмайды. Неге болмайды? Болады. Жарайды. Короче, достар, өздеріңіз көрдіңіздер, проверкадан өтті деген ойдамын. Сол үшін Ореоны алып бере салдым. Ұрлап алып бере салдым. Жарайды. Ақшасын төлеп алып бере салдым. Давай, келесі тапсырмаң қандай болатын көрейік. Подписчиктерге шын жүректен не айтқыңыз келеді? Енді шын жүректен айтқым келетін нәрсе негізі өте көп. Бірақ та маңызды заттарды айта өтейін. Ең бірінші ол денсаулық. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Екінші, ата-аналарыңыз аман болсын. Өздеріңізде аман болыңыздар. Үшінші, өздеріңіздің ойлаған мақсаттарыңызға жетіңіздер. О, төртінші, уже по-серьезнее, да? Каналда кім қызыл кнопка подписаться, міне мынандай қызыл кнопка подписацияны памп етіп осындай серия қылмайды. Соларға біраз обидам бар да ше, негізі шын жүректен айтқым келеді да ше. Так что білесіздер, ал егер уже
серия болып тұрған болса, онда обязательно лайк басып кетіңіздер, өйткені каждый видео сайын сіздер үшін тырысып жатырмын. И комментке тоже жылы сөздеріңізді немесе келесі видеоға тапсырмаларыңызды жазып кетсеңіздер болады. И осы жермен примерно видео аяқталды. Сіздер мәдеттегідей болумен ерді. Келесі видеода кездескенше барлығыңызға давайте.